Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы қарсы мәнді сын есімдер. Сабағымыздың мақсаты дереккөзден мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта, диаграмма, қажетті ақпараттарды табу. Кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәнмәтін бойынша анықтап, ақпараттық қорытындылау, бағалау. Әрмен қарай, бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты видеороликке назар аударайық. Ай мектеп. Аға, қазір қай тақырыпта жаттығамыз? Қарсы мәндес сын есімдерді көрейік. Мен сын есімдерді білемін. Олар заттың түрін, түсін, пішінін, дәмін, басқа да түрлі белгілерін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қызыл, дәмді алма. Жарайсың. Мұны білгенің жақсы. Ал енді үлкен, дәмді сөздеріне қарама-қарсы мағыналы сын есімдерді білесің бе? Иә, үлкен алмаға кішкентай алманы, дәмді алмаға дәмсіз алманы қарама-қарсы мағыналы деуге болады. Міне, осындай мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есімдер деп атайды. Аға, қызыл және жасыл сөздері бір-біріне қарсы мәндес сын есімдер ме? Жоқ, Дана. Түс атауларының ішінде ақ пен қара ғана қарсы мәндес сын есімдер болады. Ал қалғандары осы екеуінің арасындағы түстер болып есептеледі. Түсінікті. Ендеше, мына тапсырманы орындайық. Әр суретте бейнеленген екі нәрсенің бойындағы қарама-қарсы сын есімді тауып, айтуымыз керек. Қоян қорқақ, арыстан батыр. Қауырсын жеңіл, ал тас ауыр. Піл үлкен, ал тышқан кішкентай. Пияз бен кәмпит. Пияздың дәмі ащы, ал кәмпиттің дәмі тәтті. Түйе ірі, қой ұсақ жануар. Жылқы асау, қой момын болады. Қар ақ, көмір қара. Қыс суық, жаз ыстық. Аға, біз екеуміздің мінездерімізге қатысты қарсы мәндес сын есімдер айта аласыз ба? Біз екеуміздің? Ойланып көрейін. Қайталайық. Қарсы мәндес сын есім. Сын есім заттың түрін, түсін, пішінін, дәмін, басқа да түрлі белгілерін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қызыл, дәмді алма. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есімдер деп атайды. Мысалы, үлкен, кішкентай, дәмді, дәмсіз. Қызыл, жасыл сияқты түс атаулары қарсы мәндес сын есім бола алмайды. Түс атауларының ішінде ақ пен қара ғана қарсы мәндес сын есімдер болады. Ал қалғандары осы екеуінің арасындағы түстер болып есептеледі. Әрмен қарай, қарсы мәндес сын есімнің ережесін қайталап еске түсірейік. Ереже дәптерімізге жазып аламыз. Мағыналары бір-біріне қарсы сын есімдерді қарсы мәнді сын есімдер дейміз. Қалың, жұқа, биік, аласа. Әрмен қарай, бүгінгі тақырыбымызға берілген жаттығуларды орындайық.
39-шы жаттығу. Мақал мәтелдің қатесін түзеп, көшіріп жаз. Үлкен кісі қостар, кіші кісі бастар. Бұл жерде мақалдың қатесін түзеп жазамыз. Үлкен кісі бастар, кіші кісі қостар. Әрмен қарай осылай тапсырмаларды жалғастырамыз. Тапсырма. Сын есімдерді тап, олардың мағынасына назар аудар. Мысалға, үлкен, кіші. Бұл қандай сын есім оқушылар? Әрине. Қарсы мәндес сын есімдер. Әрмен қарай 40-шы жаттығу. Өлеңді оқып, жатқа жаз. Үйрен жақсы әдептен, жирен жаман әдеттен. Қарсы мәнді сын есімдердің астын сыз. Қосымша тапсырма. Ойна, ойла, толықтыр. Тапсырманы әрбір оқушы жеке өздері орындайды. 42-ші жаттығу. Берілген сын есімдерді қатыстырып, сөйлем құра. Мейірімді, инабатты, жуас. Үйге тапсырма. 43-ші жаттығу. Мағынасы жуық сын есімдерді бір бөлек, қарсы мәнді сын есімдерді бір бөлек топтастырып жаз. Неліктен солай топтастырдың? Дәлелде. Және де қосымша тапсырма. Ережені жаттау. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.